Жалпы қажылық дегеннің өзі, исламдағы 5 парыздың өзі мынау иерархиялық тұрда орын-орнымен қойылған нәрсе. Бірінші Құдайға иман келтіресің. Құдайға иман келтірмесең, намазың 5 тиын. Одан кейін 5 уақыт намаздың түгенде боласың. Содан кейін оразаңды ұстайсың, 30 күн оразаңды. Содан кейін жаңағы 40-тан бір малың, байлығың болып жатса, зекетіңді бересің. Содан кейін байлығың жетіп жатса, денсаулығың келіп жатса, қажылыққа барасың өмірінде бір рет. Өмірінде бір рет. Сол үшін сен алдыңғы бүкіл шарттарды орындап, рухани дайындалғаннан кейін, кемелденгеннен кейін, ағайын туысыңның жағдайы жақсы болғаннан кейін, отбасындағы жағдай тынышталғаннан кейін, рухани бір мен міне Құдай қаласа қажылыққа барам. Бұдан кейін мен қажылыққа барып, бұрынғы жасаған күнәларымның бәріне тәуба жасаймын. Қайтып келгеннен кейін қайтып бұл күнәларға ден қоймаймын. Осы мен Құдай жолына бет бұрдым деген кезде, сол деңгейге көтерілген кезде қажылыққа барып келесіз, қабыл болсын. Міне одан кейін сіз анадан туғандай күнәдан тазарады деп есептейді. Содан кейін ол қажылықта тірідей кебін кию ғой. Тірідей кебін кию дейді бұрын қазақ бұны. Сол жаңа ихрам кигеннен кейін, сол киім киіп келгеннен кейін сіз қажы деген атаққа лайық болып, халыққа жол көрсетіп, ақыл айтып, бала шағаңызды тәрбиелеп отырасыз. Әйтпесе жаңағы біреу қажылыққа барып келіпті екен, қажы деп аталыпты екен, мен де барып келе қояйын, былтыр барып едім, биыл да бара салайын. Болмаса жаңағы 4 рет қажы болды деп айтсын, 5 рет, 100 рет қажылыққа барды деп айтсын деген сияқты нәрселер бұл қажылықтың қадірін әбден кетірді. Екіншіден қажылықты туристік фирмалар ұйымдастырғаннан кейін туристік фирмаларға бәрі ақшасын берсең болды.